Баршаңызға ассалаумағалейкум. Біз өзімізге алған JAK A2 тігін машинасын қалай құру керектігін көрсетеміз. Бірінші үстелден бастаймыз. Бұл тігін машинаның тартпасы, ішінде үстелдің деңгейін реттеуіш және болт пен гайкалар. Үстелдің сол аяғы, үстіңгі тіреуіш, астыңғы тіреуіш, оң аяғы, педаль, артқы тіреуіш, үстелдің беті. Аяқтарынан бастаймыз. Үстел деңгейінің реттеуішті қатырамыз. Артқы тіреуішті қатырамыз. Пластина гайканы ілдіріп аламыз. Қатырмай тек ілдіреміз. Аяғына қатырғанда оңай болады. Аяғының алдыңғы жағынан бастап, шамамен 10 см аламыз. Педалдың ілдіргіші, педалдың ішкі бетінен ілінетіндей қалып ілдіреміз. Педалды ілдіргенше қатырмаймыз. Үстіңгі тіреуішті қатырамыз. Үстелдің бетін қатырамыз. Алдынан 13 см. Оң жағынан 9 см етіп аламыз.
Бийиктигин иреттейтин пластиналык гайка. Шаң тозаңынан коргайтын жапкыч. Тизе педалы. Инструкция агылшын жана кытай тилинде. Шарнир жана топса. Боргучтар үшөө. Тяга. Жип илгеч. Акселератор. Тигин машин май жана поддон. Поддонун кондурабыз. Магнитти міндетті түрде поддонга салуу керек. Темир кыйкымдарын өзүнө жабыстырып алып калады. Тигин машинди топсасы менен бирге кондурабыз.
акселераторду орнотабыз. Негизинде үстөлдүн бетин бириктирүү кезинде катыруу керек эди. Тизе педалы, жип илдиргич, жип козголмай туруу үчүн келтирип коябыз. Тигин машиннин майын куябыз. Майды максимальный мен минимальныйдын ортасына дейин куябыз. Текшерип карайбыз. Осы мен видеомду аяктап, сиздерден сураарым лайк басууду жана пикир калтырууду, сосын досторуңузду биздин каналга чакырууду өтүнөбүз. Бул каналдын дамууна үлесин косот. Хош, сау болуңуздар.